Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар. Баланың тілін шығару бойынша жұмыс жасамастан бұрын ең алдымен бірнеше жайттарды ескеру қажет. Олар мысал үшін балаңызбен жиі қарым-қатынасқа түсу керек. Ол мысал үшін асханада болуы мүмкін, балалардың жатын бөлмесінде болуы мүмкін, баламен ойнау барысында болуы мүмкін, тамақ ішу барысында болуы мүмкін. Тіпті ас әзірлеп жатқан кезде қасыңызда балаңыз ойнап жүретін болса, балаңызға жақындап, балам, жасап жатқан тамағыңызбен таныстырып өтсеңіз болады. Олар әрине көкөністер, жемістер болуы мүмкін. Көкөністердің түсін таныстырасыз. Балам, мынау қияр, қиярдың түсі жасыл, балам жасыл. Бала ең бірінші сіздің аузыңызды анық көру қажет. Дыбысты қалай сіз анық шығарасыз, бала солай қабылдайды және баланың тілі солай анық болып шығады. Түсі жасыл, пішіні қандай? Пішіні сопақша, балам. Дәмі қандай? Деп балаңызға бір бөлігін үзіп беріп, дәмі тәтті, қияр тәтті, дәмді деп осылай таныстыруға болады. Және қызанақ, балам қызанақ, пішіні дөңгелек, дәмі тәтті деп балаңыздың аузына бір бөлігін салып жіберіп, осындай қарым-қатынасқа түсу арқылы баланың тілін дұрыс шығаруға болады. Егер де балаңызда ерте онтогенезді дыбыстар болса, онда тіптен жақсы сізге жұмысыңыз оңайға соғады. Мысал үшін М, П, Г, Т, Д, Г, Қ дыбыстары. Бұл дыбыстар балаларда болатын болса, осы дыбыстарға дауысты дыбыстарды қосуға болады. Ма, па, ка, та, те, бо, бу деген дыбыстарды, буындарды өңдеп аламыз. Ал егер де сіздің балаңызда буындары болатын болса, онда сіздің жұмысыңыз оңайға соғады. Себебі екі буындарды қосып, біз келесі кезеңде сөздер құрастырамыз. Қандай қысқа сөздерді айтқызуға тырысамыз. Мысал үшін, ата, мама, апа, муму, нан сөздерін өңдеп шығаруға болады. Ең бастысы, балаңызға жоғарыдан төмен қарамай, бірдей деңгейде сөйлеуіңіз өте маңызды. Сәлем! Бүгінгі біздің сабағымыздың қонағы Нұрәли. Нұрәлидің жасы 3-тен асқан. Нұрәли алғашқы келген кезде санаулы дыбыстармен келді. Және де одан бері қарай дамыту жұмыстарының барысында біз бөлек сөздерді айтып, оңай ашық буынды қысқа сөздерді айтып, қазір сол сөздерді байланыстырып сөйлем құрастыруға машықтанып жатырмыз. Ал кеттік. Бүгін біз сабағымызда Нұрәли екеуміз ойын ойнаймыз, Нұрәли, иә? Қандай ойнаймыз? Бізге бақалар керек, міне бақалар керек, 3 бақа керек. Және сол бақалардың түсіне қарай бізге түстер керек, су керек, бақаларға беретін тамақ керек. Яғни біз бұл сабақта зат есімдер мен етістікті байланыстырып сөйлем құрастырамыз. Ал Нұрәли, мынау не? Айтамыз кән. Бақа. Қосамыз. Бақа. Бақаның түстері қандай? Кәнеке түстерін табайықшы бақаның. Мынау бақаны қайда қоямыз? Мынау бақаны. Қайсыған қоямыз? Мынаған қоямыз ба? Жоқ. Түсі қандай бұл бақаның? Қызыл. Ал мына бақаны қайда қоямыз? Мына бақаны қайда қоямыз? Екеуінің түстерін тапшы. Бұл қандай түс, Нұрәли? Қандай түс мынау? Молодец, қандай? Көк. Тамаша. Ал мынау бізде жасыл, иә? Нұрәли, енді санаймыз. Бізде неше бақа бар, Нұрәли? Санаймыз. Кеттік. 1, 2. Молодец. 3. Тамаша, Нұрәли, 5. Нұрәли, бізге бақаны шомылдыру үшін бізге не керек? Не керек бізге? Молодец. Давай су құямыз. Давай құй, Нұрәли. Ұста. Қолмен ұста. Ух ты! Не құйып жатырмыз? Айтамыз. Су. Құй. Молодец. Су. Құй. Тамаша. Су көп па? Аз ба? Аз. Аз. Су құямыз. Ұста. Нұрәли, айтамыз. Қандай су? Су. Құй. Айтамыз тағы. Су. Құй. Молодец.
біз су құйдық, суымыз бітті. Су бітті. Молодец. Так, енді не істейміз біз? Бақаны жұмылдырамыз. Давай, айландырамыз, санаймыз. 1, 2, 3. Ух ты! Ура! Біздің бақамыз шомылды. Шомылып жатыр бақа. Айтамыз, бақа, бақа, суда жүзеді. Нұрали, қара, қызыл бақа. Қызыл бақаны айландырамыз. Давай, айландыр. Сана. 1, молодец. 2, 3, 4. Молодец. Саламыз енді. Ура! Айтамыз, бақа, суда жүзді. Сөйлейміз, Нұрали. Жүзді. Так, Нұрали, енді біз не істейміз? Бақа суда жүзді. Қараш, бақа шомылды. Бақа не істеді? Ням-ням жейм дейді. Мен тамақ жейм дейді. Айтамыз, бақа. Айталайын. Бақа. Тамақ жейді. Молодец. Давай, саламыз енді. Бақа тамақ жейді. Давай, бақаға тамақ береміз. Айтамыз, ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Бақаға тамақ шаш. Шаш. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Бақа тамақ жейді. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Айтамыз, бақа. Ух ты, шашылды. Давай. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Бақа тамақ жеді. Бақа тамақ жеп қойды. Давай, енді ұста. Жасыл бақаны ұсташы. Жасыл бақа. Нұрали, жасыл бақаны ұсташы. Қайсы жасыл бақа? Ұста. Ням-ням-ням-ням. Енді қолымызбен ұстап тамақ береміз. Бақа. Айтамыз. Бақа. Тамақ же. Молодец. Бақа. Бақа. Тамақ же. Молодец. Ням-ням-ням-ням-ням. Бақа тамақ жеді. Бақаның қарны тойды. Нұрали, рахмет саған дейді бақа. Ням-ням-ням, рахмет дейді. Пока дейді Нұрали. Пока, рахмет саған дейді. Айт, пока. Пока де. Пока де. Анайға айт, пока де. Баланың бұл жаста ең маңызды ескерілетін мәселе ол баланың әр сөзді тура айтпаса да жобасын келтіріп дыбыс шығаруы. Балаға сіз қалай мотивация беріп, баланы қолпаштап алға қарай мотивация беріп дамытасыз, бала солай ашылып, күнделікті дағдыландыру, күнделікті жұмыс жасау барысында әр сөздер анық болып өңделе бастайды. Баланың бұл жаста ең маңызды ескерілетін мәселе ол баланың әр сөзді тура айтпаса да жобасын келтіріп дыбыс шығаруы. Балаға сіз қалай мотивация беріп, баланы қолпаштап алға қарай мотивация беріп дамытасыз, бала солай ашылып, күнделікті дағдыландыру, күнделікті жұмыс жасау барысында әр сөздер анық болып өңделе бастайды.